қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бауырдан әдемі дәмді пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет 250 грамм бауыр, 1 жұмыртқа, 1 чеснок, 2 стакан сүт және де қажетінше ұн. Қазір бауырды мясорубкадан өткізіп, чеснокты майдалап турап, барлығын ыдысқа салып араластыратын боламыз. Әрине қажетінше тұз қосамыз, дәміне қарай. Процесsin барлығын жеке-жеке видеоға түсірмедім. Еш түсініксіз жері жоқ деп ойлаймын. Жаңағы аталған заттардың барлығын осылай бір ыдысқа араластырып саласыздар. Ұнды қажетінше осылай қою болғанша өзіңіз салып отырасыз. Және де айта кететін жай, осының үстіне шай қасықтың ұшымен кішкене ас содасын қосып жіберсеңіз болады. Мінекей осындай болып шығады. Табамызды осылай майлап аламыз. Блины пісіргенде прям қатты қыздырудың қажеті жоқ. Осылай қажетінше массамызды қалып біркелкі етіп жайып шығамыз. Мінекей барынша біркелкі жұқарақ етіп жайып салуға тырысып жатырмын. Әр салған сайын астына табаға сәл ғана май жағып отыру керек. Және де табаның астын қатты қыздырудың қажеті жоқ. Орташа отта жаймен осылай пісіріп аламыз. Пісіп үлгеру керек. Мінекей, мынау екінші піскені сәл жұқалау жақсы болып шықты. Біріншісі сәл қалың болып қалды, бірақ жоқ. Мінекей, қалыңдығы, мінекей жұқалығы әдемі пісіп жатыр. Басы бәрі бірігіп. Мінекей жақта котлеттеріміз пісіп жатыр. Біз оған дейін қызып тұрған табаға пияз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Енді осылай әр бөлігіне майонез жағып, салмамызды салып, бірінің үстіне бірін қойып, торт тәріздес етіп жасаймыз. Қызым.